Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге толқын. Бүгін біз ванильді капкейктер дайындайтын боламыз. Өте жеңіл әрі дәмді болып шығады. Алдымен бізге сары майымыз бен сахарный пудрамызды әбден біркелкі болғанша ұрып, араластырып алуымыз керек миксерлеп. Онан соң үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз, тағы да жақсылап миксерлейміз. 20% қаймағымызды салып тағы да миксерлейміз. Оның үстіне ұнымызды, ванилімізді және қопсытқышымызды салып тағы да біркелкі болғанша әбден миксерлеп жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды әрқайсысын 40 граммнан осындай ыдысқа 40 граммнан салып өлшеп аламыз. Енді капкейктерімізді 170 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Осылай піскен капкейктерді крем-чизбен әрлеп шығамыз. Осымен біздің капкейктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз.